Баршаңызға қайырлы күн. Анарс Kitchen каналына қош келдіңіздер. Бүгін дәмді, жұқа, әрі оңай құймақтың рецебімен бөліскім келіп отыр. Ешқандай ашытқының, соданың көмегінсіз жасалады. Каналыма лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әлі көптеген жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқамызға тұз бен қант салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жұмыртқаңыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Егер мұздатқыштан шыққан жаңа жұмыртқа болатын болса, онда жылытып алыңыз, өйткені құймақтарымыз біздің ойлағанымыздан шықпай қалуы мүмкін. Мен орташа көлемді 3 жұмыртқа пайдаландым. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыздың көлемі үлкенірек болып жатса, онда 2 қолдансаңыз да жеткілікті. Мен 250 грамм жылы сүт қолдандым. Сүттің температурасы қатты ысығанда емес, немесе қатты суық та болмауы керек. Өйткені қатты ысыған болатын болса, жұмыртқаларымыз ішіндегі пісіп кетуі мүмкін. Ал егер суық болатын болса, онда ішіндегі заттарымыз ерімей, ұн салған кезде де ұнымыз іртік-іртік болып жүруі мүмкін. Сондықтан біз тек жылы сүт қана қолданамыз. Сүт пен ұнды осындай кезек-кезекпен салып, жақсылап араластырып отырамыз. Өйткені ұнымыз, егер сүт суық болатын болса, ұнымыз дұрыс ерімей қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші сүт құйып, одан артынан ұн салып, венчикпен жақсылап араластырып отырамыз. Ұн мен сүтті осылай 2-3 бөлікке бөліп, араластырғаннан кейін сұйық майды соңында қосамыз. Соңында барлығын тағы да бір рет араластырамыз. Сонда бізде қатты қою да емес, және қатты сұйық та емес, орташа консистенция шығуы керек. Оны ожаумен осылай қараған кезде байқайсыздар. Табамызды отқа қойғаннан кейін мен осылай кисточкамен табаны жұқалап майлап алам. Егер сіздер майлаларыңыз келмесе де болады, жақсы піседі. Мен ең алғашқы құймағымда осылай жасап, одан кейінгілеріне май қоспаймын, яғни табамды майламаймын. Міне алғашқы құймақтарымызды құйдық. Осындай сарғыш болып, әдемі түске еніп пісті. Менде осы ингредиенттардан барлығы 10 дана құймақ шықты. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, лайк басыңыздар. Әлі көптеген жаңа рецептермен бөлісетін болам. Ас болсын.